Сіздің толғағыңыздың жақындағанын біз қалай біле аламыз? Міне, сол туралы бүгінгі тақырыпта толықтай айтатын боламыз. Сәлем қыздар, менің есімім Шаңды Ақжүніс Мейрамбай қызы, мен акушер-гинеколог дәрігермін. Егер де осындай пайдалы ақпараттарды жіберіп алғыңыз келмесе, менің YouTube каналыма тіркеліп, ұнаса лайк басуды және де сұрақтарыңыз болса, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал кеттік, біз бүгінгі тақырыпта жалпы орысша айтқанда предвестники родов деп аталады, яғни сіздің босанатын уақытыңыздың жақындағанын қалай біле аламыз. Оның бірнеше белгілері бар. Ол бірінші белгілерінің бірі сізде ай толғақтың жиілеуі. Жалпы толғақ деген қалай болуы мүмкін? Толғақ кезінде әр әйелде ол әртүрлі басталады. Кейбір әйелдерде ол іші тырысып қалуы мүмкін. Яғни іші тас сияқты, доп сияқты қатты тырысып қалады. Тас сияқты болып, және сол тас сияқты тырысып қалғаны, егер де әйелде регулярный схватки деген нәрсе бар, яғни именно шын толғақ, шынайы толғақ болған кезде у нее регулярный схватки болады. Яғни ретті толғақ деп аталады. Ретті толғақ дегеніміз, яғни сіздің ішіңіздің тырысқаны 10 минуттың ішінде 2 рет болса, яғни 20 секунд, 30 секундтан 2 рет болса, және ол ары қарата уже жалғаса берсе, толғақ жиілене берсе және ұзара берсе, ол уже ретті толғақ. Мысалы, 10 минутта ішіңіз тырысты 2 рет, тағы да 10 минутта 2 рет тырысты, тағы да 10 минутта 2 рет тырысты, значит, сізде уже регулярный схватки деп аталады. Бұл шынайы толғақ. Ал ай толғақ дегеніміз, бұл сіздің ішіңіздің тырысқаны. Мысалы, бұл 1 сағатта 1 рет болуы мүмкін, немесе 1 күнде 1 рет болуы мүмкін, 2-3 сағатта 1 рет болуы мүмкін, 2 күнде 1 болуы мүмкін. Ондай тырысуларды біз ай толғақ деп айтамыз. Егер ай толғақ жақындап жатса, значит, сіздің толғағыңыздың, шынайы толғағыңыздың уже скоро жақындайтындығын білдіреді. Екінші белгісі бұл бізде іштің төмен түсуі. Мысалы, жүктілік кезінде әйелдің іші үлкейеді, іші үлкейеді, және іші үлкейген кезде әйелдің іші алма сияқты болып тұрады. Мысалы, мына жерде мен сізге суретте көрсететін болам. Мысалы, былайынан іші алма сияқты болып тұрады, іші жаңағы төмен түспеген кезде. Егер білесіздер, уже жатыр мойны дайындала бастаған кезде, схватки, жаңағы регулярный схватки жақындайтын кезде жатыр мойны қысқара бастайды. Қысқарып жұмсара бастайды, сол кезде бала төмен түседі басы, сол кезде әйелдің іші алмұрт сияқты болып кетеді уже. Оны біз примерно әйелдің жаңағы, егер әйел өзін айнаға қарап, ішін қарап, байқап жүретін болса, ол өзі сразу байқайды, ішінің төмен түскенін. Мысалы, жүкті кезде іші алма сияқты осындай дөп-дөңгелек болып тұрса, уже жақындаған кезде, уақыты жақындаған кезде, бала төмен түскен кезде, мына жерде жатыр мойны қысқару есебінен баланың басы төмен түседі де, іші алмұрт сияқты болуы мүмкін. Ол көзге былай көрінуде мүмкін, немесе әйел өзі сразу байқау мүмкін. Немесе тағы бір белгілерінің бірі, мысалы, жүкті әйелдің іші өседі. Өскен кезде мына жерге мечевидный отростыққа дейін іші өседі, үлкен болып, демалу қиындауы мүмкін, уже одышка болуы мүмкін. Сол аралықта егер іші төмен түскен кезде, әйелде не істейді? Мына алақанды алып, кеуденің ортасына бүйтіп қойса, әйел уже қоя алады, егер іші төмен түскен болса. Ал егер іші төмен түспеген болса, ол мына алақаны екі кеуденің арасына сыймайды. Ал егер іші төмен түскен болса, мына екі алақаны екеуінің арасына сиятын болады. Енді бұл бір белгілерінің бірі. Екінші тағы да бір белгілерінің бірі бұл демалудың жеңілдеуі. Мысалы, жүктілік кезінде әйелдің іші, мысалы, мынандай жұдырықтай сияқты матка, ішіне 3,5-4 килограммдай плод, яғни бала болады, жанында су болады, қасында жаңағы околоплодная вода еще плюс, және де плацента барлығы сиятындай үлкейген қапшыққа айналады. Ол үлкейген кезде бізде мына жерде бауыр, бүйрек, асқазанымыз жоғары қарай ығысады, және де мына жерде бізде диафрагма болады. Үлкен кеуде қуысын және жоғарғы және астыңғы кеуде қуысын бөліп тұратын бұлшығы, демалуға қатысатын. Сол диафрагманы қысады, плюс мына жерде бауыр, бүйрек жоғары көтеріледі, мына жерде асқазан жоғары көтеріледі, диафрагма жоғары көтеріледі, соның нәтижесінде өкпе қысылуы мүмкін, демалу қиындауы мүмкін. Сол демалу қиындап бастайды, уже ол кезде үлкен сұраққа жеткен кезде. Және де іш уже төмен түссе, әйел не істейді? Төмен түскен кезде әйелдің демалуы жеңілдей бастайды. Және де тағы бір белгілерінің бірі бұл демалу жаңа жеңілдейді дедік қой. Сонымен қатар жаңағы іші өскен кезде әйелде жаңағы білесіздер, изжога жиі кездеседі үлкен сұрақтарда. Өйткені қалай? Мына органдар ығысқан сайын бізде мысалы жейтін тамағымыз мына өңештен ары қарай асқазанға түседі. Сөйтеді
мына ығысу нәтижесінде органдар қысылып тұрғандықтан жоғары көтерілгендіктен тамақтар жаңағы кері қарай өңешке қарай лақтырылуы мүмкін, за счет того, что жүктілік кезінде прогестерон гормоны бөлінеді. Екінші жағынан жаңағы механическая преграда деп айтсақ болады, жоғары қарай ығыстырады. Соның нәтижесінде жаңағы мына өңеш пен асқазанның арасындағы арнайы клапан болады, тамақтан мысалы тамақ өңешке түседі, ары қарата асқазанға өтеді. Енді сол тамақ асқазаннан кері қарай лақтырылуы мүмкін. Сол кезде ол ащы бір дәм келуі мүмкін, изжога болуы мүмкін. Сол изжога мына іш төмен түскен кезде уже басылады. Әйел оны өзі сразу байқайды. Тағы бір себептерінің бірі бұл бізде шеечная пробканың түсуі. Шеечная пробка бұл сәл прозрачный болуы мүмкін, немесе қан араласқан болуы мүмкін. Қан араласқан болуы мүмкін себебі өйткені ол мына жатыр мойын полностью жауып жатады, как қорғаныштық қызмет ретінде. И сол жерден түскен кезде сол жерден сәл қан тамырларын травмировать етуі мүмкін. Соның нәтижесінде сәл ғана қан араласып болуы мүмкін. Оны қан кетуден ажырата білу керек. Шеечная пробка как холодец сияқты болады, қыздар, ол жаңағындай выделение емес, оны выделениеден ажырата білу керек. Выделение мысалы қағазға, салфеткаға жақсаң сынып кетеді, шеечная пробка ол жұмыртқаның ағы сияқты жабысқақ болып тұрады, холодец сияқты. Және де не обязательно кейбір әйелдері шеечная пробка түскеннен кейін бірден толық басталып кетпеуі мүмкін. Әр әйелде әртүрлі. Біреулерде 2-3 күннен кейін басталуы мүмкін, біреуде бір аптадан кейін басталуы мүмкін деген сияқты. Шеечная пробка түскеннен кейін бұл значит шеечная пробка түссе, бұл әйелде уже толықтың жақындайтындығын білдіреді. Сонымен қатар мынандай нәрсе бар, синдром гнездования деп аталады, ұя салу синдромы. Әйел уже жүкті әйел, яғни босанатын уақыты жақындағанда уже психологиялық түрде өзін дайындай бастайды, уже сезе бастайды внутри организма, уже как эмоционалдық түрде уже сезе бастайды. Сондықтан ол не істейді, уже үйін жинап бастайды, бұрын істемеген нәрселерді істейді, ремонт бастап кетуі мүмкін, ұзақ уақытқа бірнеше жаңа балаларына тамақ пісіріп қоямын деп неше түрлі тәттілер пісіруі мүмкін. Міне осындай әртүрлі жаңағы как бы қалай айтса болады, ұя салу синдромы деп айтады. Осыны яғни әйел өзі сезгендіктен осындай іс-әрекеттерге барады. Қыздар, егер де сіздерде сұрақтар болатын болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Егер де ұнаса, лайк басуды ұмытпаңыздар.